Dünyege adam konak Şirkinay tünüp küş ki Кезінде Кеңес одағының паспортына айналған ғарышкер Гагариннің күлкісі сияқты. Даңқты режиссер Шәкен Аймановтың бұл күлкісі де қазақ киносының паспортына айналды. Шынайы, әрі көңіл түкпірден қайнап шыққан бұл күлкінің құдіреті мен риясыздығын күллі қазақ халқы сүйді. Бұл шынайылық үшін қазақ халқы өзінің ұлттық киностудиясының атын атаған Шәкенді жақсы көрді. Қаталда, бұралаң өмірде жан түкпіріндегі тазалық пен өнер нәрін сақтап қалалған адам ғана осылай күле алса керек. Қазақтың қайталанбас режиссері, аса дарынды актер Шәкен Айманов 1914 жылы 15 ақпан күні Павлодар облысының Баянауыл ауданындағы қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Арғы тегі арғынның Айдабол руынан. 14 жасында мектеп бітірген ол Семейдегі қазақ педагогикалық техникумына оқуға түседі. Семей қаласындағы әуесқой труппаның сахнасында актер болып жүрген 19 жасар Шәкен Аймановты қазақ әдебиетінің классигі Ғабит Мүсіреповтің көзі шалып, қазақ драма театрының труппасына шақырады. Қазақ өнерінің қара шаңырағында оның актерлық дарыны ашыла түсті. Оның Хадиша Бөкеевамен орындаған қайталанбас дуэті ондаған жылдар бойы ел аузынан түскен жоқ. Ал Отелло рөлі үшін Шекспирдің 400 жылдығына арналған мерекеге Лондон төріне шақырту алды. Осылайша Темза жағалауында қазақ үнін алғаш болып жеткізіп, ана тілінде Шекспирдің монологын оқыды. Қазақ КСР-ның халық әртісі, театрдың бас режиссері және көркемдік жетекшісі 1952 жылы Абай спектаклінің 20 жылдығына орай мемлекеттік Сталин атындағы сыйлықты иеленді. Өз өмірін күрт өзгертіп, тосын шешім қабылдаған Шәкен Айманов 1954 жылдан кино өнеріндегі даңғыл жолын бастады. Өзінің бұл жолға келуі туралы ол былай дейді. Мен театрды жақсы көремін. Бірақ театр кино сияқты көптеген көрермендерге жете алмайды. Спектакль бір театрда өз көрермендермен өтеді, ал фильм күллі елдің жүрегін жаулай алады. Кино Қазақстанда Шәкен Аймановқа дейін де болды. Бірақ Шәкен Аймановтың келуімен шын мәнінде жарқын бейнелер мен ұлттық кейіпкерлер киноэкранға шыға бастады. Көрнекті режиссер және актер ретінде біздің сүйікті дәрігер көркем картинасы Азия және Африка елдерінің халықаралық кинофестивалінде, бүкіл одақтық кинофестивальдерде марапаттарға ие болды. Неге осы уақытқа дейін күлкі мен мейірімге шақыратын Аймановтың фильмдерінде комедия жанры бүгінгі күнде түсірілмей келеді? Өйткені ол өзі түсірілім алаңын жан дүниесімен сезініп, актерларға сезім сыйлап, импровизацияға мүмкіндік беретін. Мұрат Ахмадиев Шәкеннің өз баласындай өсті. Өзі баптап өнер бәйгесіне қосты. Оның әрбір туындысы шедевр болып табылады. Әр жұмысы Кеңес одағының бүкіл аумағында жоғары бағаланды. Шәкен Аймановтың жан-жақты талантына қарап, халық арасында оркестр адам деп атаған. Шәкен режиссерлік етіп, сценарийінде жазып, басты рөлді де сомдаған Алдар Көсе фильмі қазақ киносындағы комедия жанрының шыңы болып қалды. Шәкен Аймановтың көзін көрген, пікірлес болған жандардың бәрі оның ішкі мәдениеті, табиғи болмысы, кең эрудициясы, мінсіз талғамы мен сән салтанаты туралы айтады. Ол өзінің фильмдеріне бірегей ұлттық болмыс енгізді. Оның әр туындысы ұлттық құндылықтарға айналды. Шәкен Кенжетайұлы қазақ киносына осындай биік деңгей сыйлап кетті. Оның Алдар Көсе мен Жамбылды сомдаған рөлдері халықтың ерекше ілтипатына ие болды. Ол үшін әйгілі режиссер Орта Азия республикалары мен Қазақстан кинематографистерінің 4-ші байқауында арнайы дипломмен марапатталды. Аймановтың киностудиясына келуімен студияның кино өнімі жоғары сапаға көтерілді. Оның беделі мен біліктілігі киностудияны биік деңгейге жеткізді. Сол кездегі мемлекет басшысы Дінмұхамед Қонаев оны ерекше бағалады. Қазақфильм киностудиясының техникалық жабдықтауы орталық және орталық Азиядағы ең үздік болып шықты. Ал дыбыс жазу студиясы тіпті бүкіл одақтағы ең үздік студиялардың қатарында болды. Шәкен Айманов Қазақстан кинематографистер одағын ұйымдастыруға қатысып, одақ басқармасының бірінші хатшысы қызметін атқарды.
Ленин орденімен, еңбек қызыл ту орденімен, еңбегі үшін және Ұлы Отан соғысындағы ерен еңбегі үшін медальдармен және басқа да наградалармен марапатталған. Ол мемлекеттік және саяси істерге де атсалысты. 2 рет жоғары кеңестің депутаттығына да сайланды. Оның өмірі 1970 жылы желтоқсанның таңында Мәскеу қаласында кенеттен үзілді. Ол кинотеатр үйіне асығыс шығып бара жатты. Онда мәскеулік достары Атаманның ақыры фильмінің сәтті аяқталғанын құттықтау үшін күтіп отырған болатын. Ойында қолға алсам деп жоспарлап жүрген жаңа фильмнің детальдары. Бұл фильмге кино және театр өнерінде жиған тәжірибесі мен тума талантын тұтас арнамақ еді. Абай Шәкен болмысын тұтастай жаулаған бейне. Ол тіпті Абай туралы түсірілетін фильмнің костюмері, гримері, суретшісі кім болатынына дейін ойлап келе жатты. Кенет Горький көшесінің қиылысына жеткен кезде көлденеңнен шыққан көлік қағып кетті. Осылайша небәрі 56 жасында ол өмірден өтті. Артында аза тұтып күллі Қазақстан қалды. Даңқты тұлға жайлы Шәкен Айманов. Шәкен Айманов «Аңыз бен адам», Майталман деректі фильмдері түсірілген. Кейін Қазақфильм киностудиясы Шәкен Аймановтың атына берілді. 2003 жылдан бері Шәкен жұлдыздары халықаралық кинофестивалі ұйымдастырылып келеді. Киностудия құрамынан музей кабинет ашылып, ескерткіш тақта орнатылды. Алматы мен Павлодар қалаларында көше атауы берілген. Туған Байын ауылы мен Алматы қаласындағы Қазақфильм ғимаратының алдында оның құрметіне ескерткіштер қойылған. Сондай-ақ Павлодар қаласындағы кинотеатрлардың біріне Шәкен Аймановтың есімі берілген. Ер туып ел қорғаған ай, ата бабаң бұл күнден ай ізау жатыр. Dünyayı tozan öş ki